сәлеметсіз бе құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және де подписаться түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда 1.380.000 теңге көлемінде қайтарымсыз грант беріледі. Қазақстанда 15 мамырдан бастап 2 жыл бойынша жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін грантты өнімдері қабылдау басталды. Республика бойынша 2 летке 2697 мың адамға грант берілуі жоспарлануы. Бұл туралы бизнес еңбек және қызы порталындағы 2023 жылғы 15 мамырдан бастап 2021 жылдың 25 жылдарлық арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шебері 2 лет бойынша жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін гранттар алу өтімділігі басталды. Мемлекеттік грант нысаналарының мақсаты жаңа бизнес бастау және де дамыту болып табылатын қайтарымсыз берілетін капитал грант суммасы 400 альттық кірістеткішінде, яғни 1.300.000 теңгені құрайтын әр қайсысына осы тек бір рет қана ала алады. Грант қаражатының ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің өздерінің бизнес әлеуметтік ашуға, өнеркәсібін жолға қоюға және де дамыту үшін арқылы өзін тұрақты, танытты, табыспенен тұрақты қамтамасыз ету мүмкіндігін беріледі делінген хабарламада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.